Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен игорский самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасаңыздар. Бұған қажетті заттар: 500 грамм ұн, 250 грамм сары май, шым-шым тұз, 100 грамм қаймақ және де 2 дана жұмыртқа қажет. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген 500 грамм ұнымызды саламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды салып, сары майымызды ұнымызға аунатып, теркадан өткізіп аламыз. Сары майымыз міндетті түрде холодильникте болуы қажет. Теркадан өткізіп болдық. Енді ұн мен сары майымызды жақсылап араластырамыз. Мекі араластырып болдық. Енді осының үстіне 100 грамм қаймағымыз және де 2 дана жұмыртқамызды салып, қамыр илейміз. Егер сіздер слоеный тесто жасағыларыңыз келсе, қамырларыңызды үлкен етіп жайып, ортасына ерітілген сары майыңызды жағып, орап, бөліктерге бөліп, самса түйіп жасай бересіздер. Мінекей тестамыз дайын. Енді осыны салафанға салып, холодильникке шамамен 30 минут 1 сағаттай қойып қоямыз. Начинкасын дайындаймыз. Фарш, пияз, тұз және де қара бұрыш қажет. Менде мұнда 500 грамм фарш және де оған 500 грамм пиязымызды ұсақтап турап саламыз. Мінекей пиязымызды турап болдық. Үстіне дәміне қарай бұрыш және де тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді келесі мінекей біздің тестамыз дайын, холодильниктен алдық. Енді осыны бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөлген тестамызды осылай дөңгелек формада келтіріп аламыз. Енді тестамызды жайып, самса түйеміз. Тесталарыңызды қатты жұқа, қатты қалың етіп жібермеңіздер. Дайындап қойған фаршымызды салып, өз қалауыңыздағыдай формаға да түйесіздер. Мен 3 бұрышты етіп түйдім. Самсаларыңызды морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Керек кезде алып пісіре бересіздер. Самсаларымыз дайын. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан соң күнжіт сеуіп шығамыз. Өз қалауларыңыз сеппесеңіздер де болады.
Самсаларымызды алдын ала қыздырылған пешімізде 180 градуста шамамен 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын. Игурский самсамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды және де каналыма подписаться етіп, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыздар.